Барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі менің түсіндіретін тақырыбым компьютерлік жүйелер және оның архитектурасы. Компьютер деп отырғанымыз бұл ағылшын тілінен аударғанда есептеуіш деген мағынаны білдіреді. Компьютер ақпаратты автоматты түрде өңдеу мен жинақтауға арналған электронды құрылғы болып табылады. Оның қызметтері оператордан командасын орындай отырып, информацияны жинау, сақтау, түрлендіру және жеткізу, және оны пайдалану. Компьютердің тарихымен танысатын болсақ, компьютер ең алғаш 1200 жылы қолмен есептеуіш құрылғылар пайда болып, 1600 жылы механикалық калькуляторларға ауысты. 1800 жылы перфокарталар пайда болып, ол 1940 жылдан бастап лампалар пайда болып, олар іске аса бастады, яғни бізде дами бастады. 1950 жылы транзисторлар, 1960 жылы интегралдық микросхемалар пайда болып, қазіргі таңда біз 1970 жылы пайда болған микропроцессорлар арқылы жұмыс жасаймыз. Заманауи дербес компьютердің атасы болып Блаз Паскал арифметикалық машинасы болып саналды. Машина арқылы Паскал қосу мен бөлу сияқты қарапайым операцияларды орындаған. Ол Паскал сақинасы немесе Паскалина деп аталды. Және ғалымдар оны компьютердің алғаш буынына жатқызды. 17-ші ғасырдың соңына қарай екінші таным Голфрид Вильбер Левис көбейтіп бөле алатын қосып ала алатын есептеуіш машинасын шығарды. Есептеуіш машиналардың 0-ші буыны 19-ші ғасырда аяқталды. Мұнда техниканың соңғы нұсқаларының бірі болып Чарльз Бейбиш өнертабысы саналды. Бұл перфокарталардың құрамындағы нұсқалардың жиынтығына негізделіп есептеулер жасады. Мұндай перфокарталардағы бағдарламалардың ең бірінші бейнелерін алғашқы бағдарламашылар жасады. Олардың арасында әйелдер де болған. Әйелдердің арасында бұл мамандықта алғаш қарлығашы Ада Ловлейс болып табылды. Компьютерлік техника бұл компьютерлік жүйені құрайтын компоненттердің физикалық жиыны болып табылады. Компьютер ақпаратты жабдықтау, зауыттық өндіріс процесін басқару үшін өнім сапасын шикізат көлемі, жұмысшылардың кестесі сияқты мәліметтерді сақтауға қажет болды. Бұл мәліметтерді жинап өңдеп, шешім қабылдайтын адамдарға жеткізу ақпараттық жабдықтаудың міндеті болып саналды. Бағдарламаны жабдықтау операциялық жүйе компоненттері жұмысын басқарды. Қолданбалы бағдарламалар, браузерлер, оқу немесе графика саласында бағдарламалар нақты тапсырмаларын орындауға көмектесті. Антивирустер, драйверлер құрылғылар жұмыс істеуін қамтамасыз етті. Бірінші буын компьютерлері 1945 жыл мен 1958 жыл аралығын қамтыды. Бұл 50-ші жылдарда IBM компаниясының ақпаратты сандық форматты сақтайтын тұңғыш магниттік дисклерді шығара бастады. Олар RAMC деген атаумен аталды. 1963 жылы Basic бағдарламалаудың алгоритмдік тілін жасап шығарылды. Кейін соның негізінде көптеген жоғары деңгейлі тілдер жасалды. Компьютерлердің үшінші буыны 1965 жылы 1980 жыл аралығында шығарыла бастады. Және де мен түсіндіріп кетейін, бұл аналық тақша. Аналық тақша дегеніміз бұл компьютердің барлық құрамдас бөліктері қосылатын күрделі қабатты мөрлік тақша. Аналық тақша мыс өткізгіш шоқтар мен желісімен қапталған, олардың бойымен мәліметтер тақша құрастырылған микросхемалар мен компьютердің басқа құрылғыға қосылатын слоттарға жеткізіледі. Процессор. Бұл процессор немесе микропроцессор компьютердің орталық мәліметтер өңдеу құрылғысы болып табылады. Процессор микросхема ретінде ұсынылған және оперативті жолмен қатар аналық тақшада орналасады.